Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Менің атым Қайрат Медеев. Мен бір-екі күн бұрын Facebook парақшамда басқа ұлтқа қазақша сөйле дегенше, өзіміз бірінші қазақша сөйлейік, сонда басқаларда сөйлейді деп жазып едім. Осы жөнінде әрі қарай талқылағым келіп отыр осы тақырыпта. Біріншіден, біз қазақтар қазір өзі елімізде 70%-ға жеттік, Құдайға шүкір. 91 жылы егемендік алғанда 30% болғанбыз, қазір 70% болдық. Енді өз-өзімізбен қазақша сөйлесек, басқалар қайда барады? Бұл біріншіден. Екіншіден, біз басқа ұлттарға қазақша сөйле деп қалай талап қоя аламыз, егер өзіміз орысша сөйлеп жүрсек? Өзіміз болғанда қазақтың көбісі қазір орысша сөйлеп жүр, шын айтса. Енді осы салада әрі қарай осыны талқылайық. Қалай осыны әрі қарай жүргіземіз тіл жөнінде, тілді қалай дамытамыз? Біріншіден, қазақша жақсы сөйлейтін, қазақша білетін, еркін сөйлей алатын қазақтар бір-бірімен еркін солай қазақша сөйлеу керек бәр жерде. Енді шала қазақша сөйлейтіндерге күлмеу керек. Үйде отбасында келін, күйеу бала, басқа біреулер қазақша сөйлей алмайтын болса, түсінеді, бірақ сөйлей алмайтын болса, оларға қазақша сөйлей беру керек. Көшеде солай. Көшеде келе жатсыз, біреу сізден қазақ орысшалап бірдеңе сұрайды. Сіз оған қазақша жауап бересіз. Ол түсініп тұр, барлығын түсінді. Тағы сұрайтын болса, қазақша тағы сөйлей беріңіз. Ол орысша сөйлеп тұр сізге, сіз қазақша сөйлей беріңіз оған. А егер мен қазақша мүлдем түсінбеймін, маған орысша түсіндіріп жіберші десе, олармен ұрыспаңыздар, айқайласпаңыздар. Орысша түсіндіріп беріңіз. Ұрысып айқайласқаннан ештеңе жетпейміз. Айтады ғой, ақылды ашу бұзады деп. Сабырлық түбі сары алтын деп. Сондықтан сабырлық сақтап, біз сабырлықпен оларға жақсылап жауап беруіміз керек орысша, егер қазақша түсінбесе. Қазақша түсініп тұрған адаммен қазақша сөйлесе беру керек. Ол орысша сөйлей берсін, орысша айта берсін. Өйткені ол қазақша жеткізе алмайды, сөйлеуге ұялады. Бір сөздерді дұрыс айтуға ұялады, дұрыс айтпаймын деп. Өз-өзінде сенім жоқ. Сондықтан ол сізге орысша сөйлеп тұр, жұмыста болсын, көшеде болсын, үйде болсын, туысқандарыңыз орысша айта берсін. Бірақ орысшаға көшіп кетпеңіз, оған жаңағы несіне ілесіп, орысшасына қазақша сөйлей беру керек. Осы мен айтайын дегенім. Бастапқы жұмыс осы. Ал басқа ұлттарға қазақша сөйле, үйт-бүйт деп талап қойып, жаңағындай ұрысып, жанжал шығарып, ол қажеті жоқ деп ойлаймын. Біз егер осы салада тура осылай жұмыс істей беретін болсақ, бәр жерде қазақша сөйлеп, бірінші өз-өзімізбен, сосын қазақтар қазақша білмесе де қазақша айта бер, ол орысша сөйлей берсін. Басты мақсат ол түсініп тұрса болды. Сонда біз жақын 1-2 жылдың ішінде бәріміз қазақшаға ауысамыз деген мен сенім бар.